Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын пигоди жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны толықтай қараңыздар. Ең алдымен жылы суымызға 1 ас қасық ашытқы, 1 шай қасық қант және 1 шай қасық тұз саламыз. Және де 1 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға жаңағы дайындаған ашытқымыздың барлығын құйып, жұмсақ етіп, нан елейтін боламыз. Енді қамырымызды жылы жерге бетін жауып 1-1,5 сағатқа қоямыз. Ендігі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін орам жапырақты осылай ұзынша етіп турап аламыз. Және де үстіне 1 ас қасық тұз сеуіп, жақсылап араластырып қоямыз. Кішкене суы шығуы керек. Екі дана пияз тураймыз. Пиязды видеодағыдай ұсақтап етіп турап аламыз. Және де сарымсақты осылай үккіштен өткізіп аламыз. Енді тартылған етке сарымсақты, пиязды қосып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын және басқа да дәмдеуіштерді қосуға болады. Мен қызыл бұрыш қостым, қара бұрыш қостым, тұз қостым және де кориандр қостым. Жақсылап араластырамыз. Енді дайын болған орам жапырағымызды үстіне қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 1 ас қасық сұйық май құйып жібердім. Және тағы да жақсылап араластырамын. Міне біздің салмамыз дайын болды. Ендігі кезекте нанымыз көтерілді, ашыды жақсылап. Нанымызды біркелкі бөліктерге бөліп алатын боламыз. Енді осы бөліктерді домалақтап, бетін жауып, тағы да 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Он минут уақыт өткен соң, әрбір бөлікті алып, осылайынан қолмен де жая беруге болады. Осылай қолмен жайып, ішіне салмасын саламыз. Салмасын молдау, көптеу қылып салу керек. Және де екі шетінен осылай бір-біріне жабыстырып түйіп отырамыз.
Бізде осындай әдемі болып шықты. Енді әрбір бөлікті осылай қолымызбен жайып, ішіне салмасын көптеу етіп салып, екі шетінен бір-біріне жабыстырып отырып түйеміз. Өте әдемі және дәмді болып шығады. Ендігі кезекте ыдысымызды осылай майлап аламыз. Және де пигоделарымызды арасын алшақтау етіп қойып орналастырамыз. Тағы да бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз. Енді қайнап тұрған суға 40 минутқа пісіріп аламыз. Біздің пигодиіміз пісеміз дегенше, оған қасына салатын дайындаймыз. Ол үшін сәбізді үккіштен өткізіп, және де пиязымызды турап, майға қорып аламыз. Және де осындай приправаны, сәбізге арналған приправаны қостым. Жақсылап араластырып, үстіне жаңа қуырылған пиязымызды қосып араластырамыз. Бізде салат дайын болды. Ендігі кезекте соусын дайындаймыз. Ол үшін үккіштен чеснокты өткіземіз. Шай қасық қант саламыз. Бір ас қасық уксус қосамыз. Және 2 ас қасық сояны қосамыз. Қызыл бұрыш қосамыз. 1 ас қасық. Және де кориандр қостым. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің соусымыз дайын. Міне достар, біздің пигоделарымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айжан.